Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздермен өте витаминдер мен минералдарға бай қара қарақаттан, яғни смородинадан варенье жабатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Өзіміздің бау-бақшамызда қара қарақат өседі. Осылай барлығын теріп алдым. Қарақаттың басын толықтай тазалап аламыз. Қарақатты салқын сумен 2 рет жақсылап жуамыз. Содан соң ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қант саламыз. Қантты көз мөлшерімен салдым. Содан соң араластырып, қантымыз ерігенше 6-8 сағатқа қойып қоямыз. Оға дейін банкаларымызды дайындаймыз. Жуып тазаланған банканы ыстық қайнап тұрған чайниктегі суға осылай стерилизовать етеміз. Крышкаларын да қайнатып стерилизовать етеміз. Біздің вареньямыз 8 сағаттай тұрды. Өте жай отта қайнатамыз. Бір рет қайнаған соң 4-5 сағат қойып қоямыз. Содан соң екінші рет қайнатып, банкаларымызға құйып, жаба береміз. Жабылған банкаларымызды матамен орап, толықтай вареньямызды суытамыз. Оған шамамен 1-1,5 күн уақыт кетеді. Қарақаттың вареньясы адам ағзасына пайдасы өте зор. Қатты тұмауратқанда, жүрекке, қан тамырларға өте пайдалы болып саналады. Егер видеоны соңына дейін қарасаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.